1 мамыр әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпыұлттық келісімнің мерекесі. Қазақстанымыздағы түрлі ұлт өкілдерін бірлік мерекесімен құттықтаймын. Ең бастысы бірлігіміз бұзылмағай. Қазақстанымыздағы барша ұлт өкілдерінің айнымастай достығына сат түспеген қалаймыз. Қазіргі уақытта Қазақстанның кең байтақ жерінде 130-тан астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Соған байланысты 1 мамыр халықаралық бірлік және ынтымақ күні болып саналады. Бұл мерекені Қазақстанның әрбір түкпір-түкпірінде тойлайды. Және де бірлік болмай тірлік болмас демекші, қандай ұлт болмасын, қандай ұлыс өкілі болмасын, бәріміз бірміз. 1 мамыр Қазақстан халқымыздың ынтымақ және бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осылайша бір шаңырақтың астында достық пен түсіністікпен өмір сүрейік. 1 мамыр достық күнімен құттықтаймын. Бірлік бар жерде тірлік бар. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан. Барлық ұлттар баласы, достығымыз жарасқан. Дәл осы күнде бірлік, ынтымақ, татулықтың не екенін білгендейміз. Біз қара, сары, ақ, бәлкім ұзын, қысқа болайық. Біз бәріміз бірміз, біз бірікеміз. Татулық таусылмайтын кен секілді, кен сақтау шама келсе, шен секілді. Ортамызда татулықтың туы тұрса, дос, дұшпан демес, сен секілді. 1 мамыр қандай мереке? Осы сауалға жауап берместен бұрын біз алдымен әлемдік ахуалға тоқтала кеткеніміз жөн болады. Бұл жылдар бойына жалғасып келе жатқан ұлтаралық және де дінаралық қақтығыстардан туындаған ахуал. Сондықтан да осы мереке арқылы бірлігі, ынтымағы жарасқан елімізде тұрақтылық сақтап бірге дамуымыз қажет. Мамыр мерекесінің түпкі мәнісі бірліктің, берекенің және де ынтымақтың игілігіне шақыру болып табылады. Осы тақырыпқа байланысты бірнеше мақал-мәтелдерде кездеседі. Оларды айта кететін болсақ, ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп. Теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан. Ынтымақ бұзылмайтын қорған, қосылып еккен ағаш орман. Ынтымақ жүрген жерде ырыс жүреді. 1 мамыр мерекесіне байланысты әртүрлі мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер көптеп кездеседі. Егер мен айтқан мақал-мәтелдерімді оқи және де тыңдай келетін болсақ, біз осы мерекеде немесе жай ғана өмір сәттерінде ұйымшыл, ынтымақты және де бірлікте өмір сүру қажет екенімізді түсінеміз. Бұл мақалдардың мән мағынасына көз салатын болсақ та, бұның барлығы ынтымақ пен бірлікке негізделген екенін біз түсінеміз. Егер де бір топ адамның арасында бірлік болмай талас тартысы болатын болса, олардың жасап жатқан істері ешқашанда бір өздері қалаған жақсы нәтижені көрсете алмайды. Жыл сайын 1 мамыр күні атап өтілетін Қазақстан халқының бірлестігі мейрамының шығу тарихына көз жүгіртсек, бұл мейрам алғаш рет 1889 жылы еңбекшілердің ынтымақтастығы деген атаумен тойланды. Бұл мейрамның шығуына 1886 жылғы еңбекшілердің көтерілісі әсер еткен болатын, және де бұл мейрам 1917 жылдан бастап ашық түрде тойлана бастады. Қазақстан өзінің егемендігін алғаннан кейін 1995 жылы 18 қазанда Қазақстан Республикасының елбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл мейрамнан бас тартты. Және 1996 жылдан бастап 1 мамырынан Қазақстан халқының достастығы мейрамын тойлай бастады. Серт берісіп туыс болып қалуға, нәубеттерден аман жеттік дамуға. Байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Бүгін елімізде 136 ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, әрқашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Қазақстанның көп ұлтты халықтар арасындағы бірлік пен ынтымақтастығы нығая берсін. Еліміздің татулығы мен ынтымақтастығы біздің ең зор байлықтарымыздың бірі. Оны көзіміздің қарашығындай сақтауға тырысайық. Қазақстанның көп ұлтты халықтарының арасындағы бірлік пен ынтымақтастығы нығая берсін. Қазақстанның көп ұлтты халықтарының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің халқымыздың ең басты байлығы. Оны көзіміздің қарашығындай сақтауға тырысайық. Береке бірлігіміз арта берсін, ағайын. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын.
баршаларыңызға, әр отбасыға, әр қазақстандыққа шын көңілмен бақыт береке тілеймін. Қазақстан үлкен жайып, еліміз молшылыққа, ал әрбір отбасы бақыт пен шаттыққа кенелсін. Қазақстанның көп ұлтты халқының татулығы, ынтымақтығы, бейбітшілігі еліміздің басты байлығы. Оны көзіміздің қарашығындай сақтауға тырысайық. Береке бірлігіміз арта берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздерді 1 мамыр халықаралық бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл жалпы халықтық мереке. Отаншылдығымыз және де туған жерге деген сүйіспеншілігімізбен қоса адалдығымыздың нағыз символы болып саналады. Осы бірлік пен сенім және де келісім арқылы біз қазір тәуелсіз мемлекет қалыптастырғанбыз. Және де осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріміз де аз емес. Сондықтан да әрқашан бірлікте болайық. Мереке құтты болсын. Әр алуан тірлікпен әлемде жатыр мыңдап ел, айнымас достық бірліктің аймағын көрсең мұнда кел. Теңсіздік терең көмілді, жаттықтан шалқып үндінім, баршасы мұнда көңілді, аққара сары өңдінің. Артықша таза моральды, аққара жігіт қызғандай, махаббат қайта жаралды, жүректен жүрек қызғанбай. Күндерден ортақ сыбаға, күресте дайын біргеміз, арада жол жоқ сынаға, мәрмәрдай тұтас іргеміз. Өлкемде өлмес тыраңыз, қалада жаздан қыстанда. Жұрағат жұрттар тұрамыз, осындай Қазақстанда.